Сәлеметсіздер ме, құрметті менің алтын оқырмандарым. Ардақтың тігін шеберханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі гүл құрақ құрайтын боламыз. Құрағымызды бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Қажетті маталар мен өлшемдер. Көлемі 12,5-да 12,5 болатын қызыл матамыздан 2 штук, 12,5-да 12,5 болатын көк матамыздан 2 штук, және де көлемі 12,5-да 12,5 болатын ақ матамыздан 4 штук қажет. Сонымен қоса көлемі 5-та 5 болатын ақ матамыздан 4 штук, көлемі 5-та 5 болатын көк матамыздан 4 штук. Сонымен қоса ені 5 сантиметрлік қызыл ленталар. Дәл сондай енде көк матадан ленталар. Бұның да ені 5 сантиметр. Сонымен қоса ақ матадан тоже 5 сантиметрлік ленталар қажет болады. Құрағымызды бастаймыз. Ең алдымен құрақ бөлшектерін құрап бастаймыз. Ол үшін біздерге мына ленталар қажет болады. Көлемі 5-та 5 болатын көк матамыздан 2-уін және ақ матамыздан 2-уін әзірге алып қоя тұрамыз. Ал мыналарды қазір құраққа бірінші пайдаланатын боламыз. Бірінші бөлшегімізге, яғни. Ең алдымен 5-та 5 болатын ақ матамызды алып, осыған қызыл лентамызды бір жанына қойып тігеміз, біріктіріп. Және де артығын қиып алып тастаймыз. Неке осындай болып шықты. Енді осының жанына қызыл лентамызды келесі жанына тігеміз. Дәл видеодағыдай. Және де артығын қиып алып тастаймыз. Неке осындай болып шықты. Енді осының жанына ақ лентамызды жаңағыдай тігеміз. Бір жанына артығын қиып алып тастаймыз. Келесі жанына да ақ лентамызды тігіп, артығын қиып алып тастаймыз. Видеода бәрі анық көрсетілген. Неке осылай болды. Ендігі кезекте қызыл лентамызды дәл жаңағыдай қайталап тігіп шығамыз. Дәл осындай болып шықты. Дәл осындайдан бізге мінеке 2 штугы қажет болады. Ендігі кезекте көгімізді көрсетем. Жаңа біз ақтан бастасақ, енді біз көк 4-3-дан бастайтын боламыз. Көктің жанына ақ лентамызды жағдай тігіп, артығын қиып алып тастаймыз. Келесі жанына көк лентамызды тағы да тігіп, артығын алып тастайтын боламыз. Видеода бәрі анық көрсетілген.
Бұда тек разницасы көк төрт бұрыштан бастайтын боламыз. Мінекей осындай болып шықты. Дәл осындайдан 2 штуктан қажет болады әрқайсысынан. Енді әзірге бұны алып қоя тұрамыз. Ендігі кезекте көлемі 12,5-да 12,5 болатын 4 бұрыштарымызда. Бұдан бізде көктен 2, қызылдан 2 бар. Осы екеуіне ақты беттестіреміз. Түгін төмен қаратып, оң жақ беттерін беттестіріп аламыз. Мінекей осылай беттестіріп, көріп тұрсаңыздар, арттарында сызылған сызықтары бар. Осы сызық арқылы тігіс түсіретін боламыз сызықтың екі жанына. Екі сызықтың жанына да. Мінекей сызып алдық. Енді кезекте бір қызылымызды аламыз, қызыл мен ағымызды. Дәл видеодағыдай осылай сызып шығамыз. Мінекей дәл осылай сызып аламыз. Және де осы сызықтар арқылы қиып шығамыз. Мінекей қиып жатырмыз. Сол кезде бізде 8 4 бұрыш шығатын болады. Осы 4 бұрыштардың көлемін 5-та 5-ке келтіріп қиып аламыз, жан-жағын тегістеп. Мінекей мен барлығын тегістеп алдым. Енді осылардың орналастыру ретін көрсетемін. Көлемі 5-та 5 ағымызды алып, мінекей ақ жағына 3 бұрышына, яғни 4 бұрыштың бұрышына қоямыз. Және де осыларды мінекей осылай орналастыратын боламыз. Дәл видеодағыдай орналастырып шығамыз. Мен сіздерге көлемі 5-те 5 болу керек деп сіздерге көрсетіп жатырмын. Енді осыларды орналастыру реті. Мінекей осылай орналастырып шығамыз барлығын. Енді осыларды біріктіріп тіккен уақытта төменгі төртеуін
бір және жанындағы бесеуін бір тігіп аламыз лента тәрізді қылып. Сосын осы төрт бұрыштыға біріктіріп тігеміз тігістерін келтіріп. Екінші қызыл бөлігімізді дәл осылай тігіп алатын боламыз. Мінекей осындай бірінші құрақ бөлшегіміз дайын болды. Ендігі кезекте көгіміз. Мінекей мен сіздерге қалай бесті шығару керек екенін көрсетіп жатырмын. Көлемі 5-5 шаршымызды көк матамызды осылай бетіне қойып, жан жағын тегістеп қиып аламыз. Сол кезде алған бүкіл төрт бұрыштарымыздың да көлемі 5-5 болады. Сол кезде тігісіміз өте әдемі шығатын болады. Осылай барлығын қиып аламыз. Мінекей, ендігі кезекте көгімізді орналастырамыз. Дәл жаңағыдай көк төрт бұрышымызды бір бұрышына қойып, көк бұрышына қарай қалғанын осылай қойып орналастырып шығамыз. Және де астыңғы төртеуін және жаңғы бесеуін біріктіріп тігетін боламыз. Мінекей, менің құрақ бөлшектерім дайын болды, 2-2-ден әрқайсынан. Енді осыларды бір-біріне қарама-қарсы қылып орналастыратын боламыз. Сіздер мысалға бір түстен, яғни қызыл мен ақтан ғана алсаңыздар болады. Ол кезде көктің орнына қызыл қылып тігетін боласыздар. Немесе осылай 2-3 түстен алсаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Менде бар мата болғаннан кейін осы матаға тіктім осындай түстерге. Сіздер өздеріңіздің қалаған түстеріңізді алсаңыздар болады.
Тігіп болғаннан кейін тігістерін міндетті түрде үтікпен үтіктеп бастыратын боламыз. Сол кезде біздің тігісіміз әдемі болып шығады. Құрағымыз да әдемі болып көрінетін болады. Мінекей біздің ерекше гүл құрағымыз дайын болды. Егер де менің құрағым сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушадағы все батырмасын баса кетіңіздер. Сау саламатта болыңыздар.